Бүгін таңертең мына таудың басында ояндым. Содан ел жұрт не болып жатыр екен деп телефонымды қарадым. Таңертең таң намазына тұрған кезімде бір видеомды жариялаған болатынмын. Соның астына бірінші болып бір қазақ комментарий жазып үлгіріпті. Ол видеом қайсы видео дейсің ғой? Мынау өзбектер қазақты шаң қаптырып кетті деген видео еді. Неге қазақ бай болмайды? Мына билік аш қазақты, құл қазақты, қайыршы қазақты басқару үшін қолайлы деп отыр. Сондықтан әдейі бізді аш жалаңаш кедей ұстап отырып, қазақты байытпаудың қыры мен сыры осы деп бір сөздерді айтып едім. Енді әлгі видеоның астында сол биліктің жалдамалы жазғыштарының біреуі болса керек. Осы сенің жағың қашан қарсады? Қашанға дейін сөйлейсің? Осы сен де қоймадың ғой, тоқтамадың ғой осы деп әлгі қарғысын жаудырып тастапты. Енді бүкіл дүниенің осы кілті менің сөзімде тұрған сияқты деді. Оның сөзіне қарасам, кәдімгідей қапаланып қалдым. Артынан ойладым. Мынау қазір Қазақстанда кемі 15 мыңда 20 мың үкіметтің жалдамалы кадрлері әлеуметтік желіде жалдамалы жазғыш болып жұмыс істеп отыр. Олар сол күні түні желіні күзетеді. Күнше, түнше, аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат. Енді ойлап отырмын. Үкіметтің жалдамалы жазғыштары қазір биліктің кәдімгі полициясы, прокуратурасы, кембісі, құпия сақшысы, НКВД, КГБ сияқты бір қызметтерінің біреуі болып қалды. Қазір желіде, сайттарда, радио, телевизиядан тыс әлеуметтік желіде неше түрлі аккаунтпен, жария ашық адамдармен, ашық аккаунттармен блогер дейтін бір жаңа шыққан кәсіп бар. Сонымен билік өздерін мақтатады. 100% мақтатып жіберсе, жұрт тағы нанбайды деп, билікті анау-мынау бір кемістіктерін қоса айтқан құсап, ойбай Жамбылда бүйтіп жатыр, Таразда айтып жатыр, Шымкентте неге бүйтпейді деп, сол әкім-сәкімдерді сынаған болып, анығында Тоқаев үшін қызмет жасайды. Яғни олар, мына парақор жемқордың бәрі сол облыс әкімі, қала әкімі, анауда мынау Тоқаев судан, тұнық сүттен ақтап шығарады. Яғни айналып келгенде ең жоғарғы билікке қызмет етеді. Олардың мақсаты сол. Ең жоғарғы билікке қызмет етеді. Оларды мынау бір жергілікті, әкімдік, қалалық, облыстық деңгейдегі мәселелерді көтергеніне байланысты ойбай мыналар керемет ұлтшыл екен деп ойлауға тағы келмейді. Олар сол облыс әкімдерінің қаншауын құрбандыққа шалады екен, бірақ ең соңында ең жоғарғы мына зұлым билікті ақтап қалады. Яғни ол биліктің блогерлер, бұлай қарап олар өздерін оппозициямыз деп қоятын тағы бар. Егер олар оппозиция болса, онда шайтан нағыз тақуа. Енді анан айт, мынан айт. Мына қазақта осы биліктің жалдамалы жазғыштарынан тыс, мына психологиялық тұрғыдан ауыратын ауру қазақ дейтін қазақ бар. Ауру қазақ. Ол биліктен көктейін алмауы да мүмкін әуелі. Көктейін де алмауы мүмкін. Бірақ ол өзі істемеген. Немесе істейін деп ниеттенсе де шамасы жетпейтін, білімі жетпейтін, қарымы жетпейтін, мүмкіндігі жетпейтін істі басқа бір қазақ істесе, енді әлгі бейшара пақырдың іші қайнайды соған. Сөйтіп ап, сен немене деп әлгі қыжыртатын, қоқсығын, құсығын әлгі жерді ақтарадай кел. Әлеуметтік желіні өзінің қоқсығын, құсығын, запыранын төгетін жәшікке айналдырып қойған. Мейлі биліктің ақшаға жұмыс істейтін арсыз жалдамалылар болсын, мейлі рухани ауытқуы бар болсын, осының барлығы айналып келгенде біздің халқымыздың бейшара екендігін көрсетеді. Егер біздің халқымыз саяси сауатты, көзі ашық, көкірек ояу болғанда, мына қазақтың
басындағы қайғыны, қасіретті көтерген азаматтарды қолдар еді. Өкініштісі қолдай алмайды, және оған жау болады. Өзі істей алмайды, істегенді көре алмайды, қыжыртады. Міне, бұл да бір ұлттық сорлылығымыздың бір белгісі. Көптеген ұлттарда бір ұлттық мінез болады. Ұлттық мінез болады. Мына американдардың ұлттық мінездерін көріп отырсаң, риза боласың. Бұларда бенде, бұларда сол сізбен біз иленген топырақтан иленіп жасалды. Бұларда сол сізбен біз сияқты шикі үстемді. Бұлар солай. Бірақ бұларда мұндай бір нәрсе бар екен. Біз әлгінде ұстаудың басында бір ерлі зайыптымен сөйлесіп қалдық. Қарт кісілер. Әйелі демократ екенде, күйеуі республикашыл екен. Әйелі бұрын Трампты жек көрген екенде, бірақ тура осы соттан кейін Трампты жақтап шыққан екен. Сот әділетсіз болды дейді. Енді біраз жібердік енді. Бір жарты сағаттан 2 ретте қосқан соң 1 сағаттай сөйлестік ау. Жалпы бұлар бірімен бірінің көзқарасы келіспесе де ортақ мүдде жолында одақтаса алады. Ал бізде бітті. Осыдан 20 жыл бұрын Серікжан біреуге бірдеңе әй деп айтып қойды ма? Жоқ, осыдан 30 жыл бұрын тойда, мына ақымақ тамада әулие кісіге сөз бермей, маған сөз беріп қойды ма? Бітті. Қазақ үшін ол бір өмір бойына дейін өшесуге, қыжыртуға, жамандауға жеткілікті. Сен халқыңның, қазағыңның басындағы 1000 жылдық қасіретті шешемін деп алысып жүрсің бе? Бір тиын, оның бір рет көңілі қалса, сол жеткілікті. Бұл да ауру. Психологиялық кемістік, өспейтін, көктемейтін халықтың бойындағы мінез. Өспейтін, көктемейтін халықтың бойындағы мінез. Өсетін халық, көктейтін халық бұндай болмайды. Оны атам қазақта айтып кеткен. Жаманның кегі басы көрге жеткенше, жақсының кегі орамал шеті кепкенше дейді. Ал қазақ боқтан өзгені сылтауратып, ойбай, анау бүйтіп айтты. Анау өткенде түгеншені сынады. Ойбай, анау әртістерді сынап қойды. Шыңғырбайды бүйтіп айтып қойды, Қытайдың жобасы деді. Әртістердің бәрі ақымақ деді. Ойбай, бұл бүйтті. Ойбай, айтты, сөйтті деп, бұл қазақ айтты, 1000-ді тау баса болды. Сол қазақ, сол міншіл қазақ. Өзіңде мін жоқ па? Бір, соған қараш. Сен де шик үстемген қазақсың ғой. 2, соны қараш. Ел не істеп жүр, соны қараш. Сен не істедің, соны қараш. Және бірі, мінсіз идеал періште қазақты күтсең, мына қазақты дұрыстайтын, бетін оңға қарататын, онда қияметке дейін күтесің ғой. Ешкім мінсіз емес. Әлгіндегі американдық әйел айтады. Трампты дейді, жек көрем дейді, бірақ дәл қазіргі Американы сол Трамп сияқты ұлтшылдар құтқармаса, мына Америка бітті дейді. Клинтонда сері болды ғой, ақ үйдің ішінде серлік жасаған жоқ па десем, ол да оңбаған дейді. Бушты дейді, он да оңбаған дейді. Мен Трампты жек көрем дейді, бірақ мына Байденнен сол дұрыс шығар деп ана әйел отыр. Енді қараш, саяси көзқарасын ашық айтып отыр. Қандай мықтылық және ұқсамаған көзқарастар болғанымен тағы бір үйде өмір сүріп отыр. Осылардың өзі осы халықтың мықтылығының белгісі ғой. Осы халықтың мықтылығының белгісі. Қазақ, бір нәрсені білші. Тырнақтың астынан кіріздеме, және бір құтқарушы періште түсіп, бір әулие, мінсіз әулие түсіп құтқарады екен деме. Бүкіл қазақ тура, сен қандай болсаң, ол да сондай. Ешкім мүлтіксіз емес. Назарбаевты Құдай көріп табындың, пайғамбар жасадың. Енді Тоқаевты Құдай көріп табындың. Жоқ, табынба. Және өзіңнің де қолыңнан келетінін. Кез келген қазақтың елді билей алатынын. Және ол елді билейтін қазақты халық болып дауыс беріп сайлау керек екендігін білсең, саяси сауатты болсаң, мына құлдық, кедейлік, жоқшылық, ғарыпшылық, жұмыссыздық, кредит, мына қаптаған қалың штраф, мына дүниеде қазақ қоғамда болып жатқан барлық қыз зорлау, ұл зорлау, мынау түрмеде өліп жатқан, армияда өліп жатқан зұлымдық, жұмыссыздық, міне, мына жер әлемде жоқ процент өсім, банктың өсімі, кредит,
осының барлығын шешуге болады. Қазақтың байлығы жетеді. Біз жерімізге еккен бидайымыз түгілі арам шөбімізді Еуропаға дәрілікке сатсақ, соның өзінен ырғын бай болып өмір сүреміз. Мұнайымызды, газымызды, алтынымызды, темірімізді, титанымызды, сирек кезігетін элементтерімізді, уранымызды, анау-мұнауымызды айтпай-ақ қояйық. Арам шөбіміздің тамырын дәрілікке сатып ақ дүниедегі ең бай ел бола алатын едік. Әттең, Құдай берген соншама байлықты бізге бұйыртпай отырған мына зұлымдар ғой. Осы зұлымдармен күреспесең, қор болып өтесің. Қашанға біріңді бірің қыжыртып, біріңді бірің жаңағы шұқылап өтіп кетесің қазағым, сорлы болып. Оданша мына бірінші жау билік, бірінші жау билік. Қалғанның бәрі маңызды емес. Осы билікті құлатайықшы. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.